Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай әдемі эскимо тортын жасаймыз. Ең алдымен 4 жұмыртқамыздың сары уызын бөлек ыдысқа құйып аламыз. Үстіне 80 грамм қант салып, жақсылап араластырамыз. Кішкене аппақ бола бастайды. Араластырып аламыз. Енді үстіне 100 мл су құйып, тағы бір жақсылап араластырамыз. Мінекей бізде сары уызымыз дайын болды. Енді үлкен ыдысқа 4 жұмыртқаның ақ уызын салып, үстіне шым-шым тұз салып араластырамыз. Көпіріп, әдемі болып, аппақ болып араласа бастайды. Енді үстіне 100 грамм қантымызды қасықтап сала отырып, жақсылап толығымен үздіксіз араластырып отырамыз. Мінекей осылай өзі көбіктеніп, аппақ болып, нәзік болып шығады. Міне бізде ақ уызымыз дайын болды. Енді бұның үстіне біз дайындаған сары уызымызды құйып, жақсылап тағы бір араластырамыз. Біркелкі болады. Енді біз үстіне ұн саламыз. Еліктен өткізіп, 130 грамм ұн, 3 ас қасық какао, 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, барлығын еліктен өткізіп араластырамыз. Мінекей толығын бірден салмаймыз. Жоғарыдан төмен қарай сілку арқылы осылай аз-аздан сала отырып араластырып аламыз. Мінекей видеода көргендеріңіздей осылай араластырып дайындап аламыз. Біздің тестіміз дайын болып жатыр. 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Мінекей осындай әдемі болып шығады. Енді қайнатпалы крем дайындаймыз. 2 жұмыртқамызды саламыз. Үстіне 50 грамм қантымызды саламыз. 1 қасық ванилин саламыз. Және үстіне қойытылған сүтімізді құямыз. 150 мл. Үстіне 3 ас қасық ұнды салып, жақсылап бір араластырамыз. Біркелкі болып араласады. Енді үстіне біз сүтімізді құямыз. 250 мл. Температурасы маңызды емес. Бір араластырып аламыз. Орташа отқа ұстаймыз. Қайнатпаймыз кремді. Үздіксіз араластыра отырып, қоюланғанша ұстаймыз. Отымыздың астын ең жайға қоямыз. Өзі крем қоюлана бастайды. Сол кезде оттан алып, бөлек ыдысқа суытамыз. Толығымен суытамыз, үстіне салафан жабамыз. Мінекей бізде суыды толығымен. Енді май аламыз. 250 грамм бөлме температурасына еріп тұрған, және соны 4-5 минут үздіксіз араластырамыз. Енді дайын болған жаңа қайнатпалы кремді осы майдың үстіне қасықтап сала отырып араластырамыз. Бізде крем өзі қоюлана бастайды. Әдемі болып, өзінің формасын ұстайды. Мінекей дайын болды. Осылай әдемі болып крем шығады. Енді тортымызды 2-ге бөлеміз. Және бізге 150 мл су керек. Бір үлкен ас қасықпен қойытылған сүтті салып, яғни тортымыздың арасын осылай әдемілеп сулы болып тұру үшін осылай жасаймыз. Енді кремімізді толықтай жағып, әдемілейміз. Тегістей жағып аламыз барлығын. Жаңағы екінші бөлігінде, үстіңгі бөлігінде дәл солай немен жаңағы сулап аламыз осындай
сұйықтықпен екінші бөлігін үстіне қоямыз. Тортымызды холодильникке 5-6 сағатқа қоямыз. Енді үстіне ганаш дайындаймыз торттың. Ең алдымен қант саламыз, 3 ас қасық, 3 ас қасық какао саламыз және 3-4 қасық қаймақ саламыз. Және бөлме температурасындағы майды салып, орташа отта үздіксіз араластырып тұрамыз. Өйткені асты жабысып қалуы мүмкін. Осылай араластыра тұрамыз. Өзі барлығы еріп, бір-бірімен жаңағыдай араласып, әдемі бола бастайды. Кішкене өз-өзіне келген кезде ганашымыз сұйық бола бастайды. Сол кезде оттан алып, бөлек ыдысқа құйып аламыз. Кішкене ғана суытамыз. Толық суытпаймыз, себебі жағылуы қиын болуы мүмкін. Тортымызды холодильниктен алып, енді мінекей үстіне ганашымызды құйып, жағып шығамыз. Әдемі қылып бір тегіс қылып жағып аламыз тортымызға. Сонан соң холодильникке тағы да бір 2-3 сағатқа қойсақ болады. Біздің торт дайын болды. Енді үстіне осылай шоколадты ертіп, өздеріңіз әсемдесеңіздер болады. Бұл міндетті емес. Өз қалауыңыз бойынша мен осылай істедім. Кішкене әдемі болып тұрсын деп шоколад ертіп қойдым. Бізде уже торт дайын болды. Өте нәзік, әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Неге холодильникке қайта қойсаңыздар болады. Арасы енді өте әдемі, нәзік, жұмсақ болып шығады. Видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Сіздермен болған Фариза. Келесі кездескенше.